Мен Құттыбаев Серікбол, Талдықорған қаласының белсендісімін. Бізде сол митингке қатыстық. Мына билікке түбегейлі қарсымын, инициативаға тұрған жұрттың барлығы қарсы деп ойлаймын. Бұл митингке қатысқан себебі біз бейбіт митингке шықтық. Мына билікке қарсы екенімізді білдірдік. Бұлардың барлығы 30 жылда біздің қазақ елімізді, қазағымызды әбден жерге таптап кетті. Сіз қай уақытта ұсталдыңыз? Мені 10 күні алып кетті үйден келіп. Содан не көрсетті ме бір құжат бір нәрсе не үшін ұстап жатыр? Кетті ғой, жоқ. Ештеме көрсеткен жоқ, ешкім ештеме көрсеткен. Кетті енді үйде бала шаға бар, ақын салдым, не істеймін. Әпсе бәрі алып кетеді. Сосын бардық ДБТ-ға кіргізді, 5-ші этажға сөйтсем пресс-хат екен. Пресс-хатқа кіргізіп шығарды, әдемілеп салып шықты. Қалай сабады енді? Пресс-хаттан ішін айтып бересіз бе? Сол кезде не көрдіңіз, не істедіңіз? Ішінде отырған кезде, короче, барлығы Қанша адам болды ішінде? Собырлар ғой, білмейміз, 7-8 адам ма деймін. Ал толайды. Өтік тұр екен, оқшы ойладым, ана өтік басты біттім ғой деп, бірақ енді өтік баспады. Содан кейін мені әбден сабағаннан кейін тізерлеп отырып қойды, бронежилетпен арқамнан сол неткілі, дүңкілдетті. Арқамның қабырғам сынып кетті, түсіндім мен, шыдай алмайым да. Таңдып тұрғанда соққан кезде басымды көтеремеді, басымды поставлять етемін, қабырға шыдамайды ғой. Алар боқтайды, қабырғаны әкелді. Сөйтіп сабап шығарды. И 4-ші этажға түстім, 4-ші этажда 3 сөтке бойы тізерлеп былай отырдым. Көрсетші. Енді тізерлеп былай стенаға 3 сөтке бойы 7-8 сағат сонда отырдым ғой. Тұруға болмайды, жатуға болмайды. Жоқ, енді таңға жоқ жатып аласың, енді бәрі азайған кезде 4 уақыттарында жерде жатып. Тамақ, су берді ме? 3 күн бойы. Су берді, туалетке алып барды, бірақ енді тамақ бермеді 3 сөтке. Кейін 4-ші сөтке неге алып келді, прокуратураға. Ана жерде мені тергемейді, ана жерде жас балалар, жылаған жас балалар енді. Аямай сабады енді, бар олар. Жалпы енді қалай сабап жатыр? Жауыздар екенші. Біреуін талтайтып қойып, ұрығынан ұрып атыр, біреуін бәрімізді шокермен дырлатады арасында. Жатқызып қойды, үшім ойларына неге істеді ана жерде ше. Мына иттер екенші, таза қаншелер біздің полицейлер ше. Ренжитін неде бар халық. Өздері бізге ренжиді, неғып бізге жек көретін еді. Мынадан кейін оларды қалай жақсы көреді, білмеймін мен. Мынандай нетен кейін. Содан кейін прокуратурада тергеу жасады, тергеуден кейін изоляторға апарды, 1 сөтке болдым. Ертеңінде сот 10 сөтке берді. Стадион жақта неге немене? Вытрезвитель, сол жаққа барып, сол жерде 10 күн отырдым. Ол жерде тиісті ма? Жоқ, ол жерде жақсы бәрі, тиіспеді. Сонда митингге шыққаныңыз үшін сонда ұрды, жаңағы митинг. Сол үшін 10 күнге қамады. Сен кімсің деді айтпақшы, ана пресс-хатқа кіргізіп бір сабап алғаннан кейін, сен кімсің дейді, активистпін десем, мә деп, сен не билік, билік дейші. Билік кетіп қалды деп ойладыңдар ма не? Біз міне келдік, қайтып келдік дейді. Күлкім келді, енді ештеме айта алмадым оларға. Өз мәнжеде сынып тұрғаннан кейін не айтасың оларға? Сол, біздің таза гестапоның адамдары сияқты қаншерлер екен таза. Жалпы ғимараттың ішінде сол өзге ұлт болса жарайды екен, өзіміздің қазақ соның бәрі, өзіміздің бауырлар. Соның алдында қанша адам? Ғимараттың ішінде жалпы қанша адам көрдіңіз сол жаңағы қинап азаптап жатқан? Көп, 5-ші этажға шыққанда діз қатар жатыр екі жағынан. Жалпақ қой коридор. Діз қатар былай жатыр. Мені кіргізіп алды, тепілеп, 4-ші этажға түсірді, 4-ші этажда жоқ дегенде мына жағында бір 10 адам, мына жағында бір 10 адам, 10-15, 25 адам болды ғой. Әкетіп жатыр, келіп жатыр.